Құрметтеген сәлем сөздің анасы деп өздеріңізбен ассалаумағалейкум ағайын деп бір амандасып алайын. Уағалейкум ассалам деп бір ду бол шабалақ соқпайыңыздар құрметті ағайын. Бәрекелді. Ал ендеше міне құрметті ағайын Қараман ағамыз бен Сәуле анамыздың шаңырағында ұлан асыры ақ түйенің қарым жарылған күн. Бүгін міне кішкентай ғана бүлдіршін қыздары, Аида қыздары бой жетіп, өзінің орын тауып қыз өрістеп, кеңге шайын деп отыр. Ендеше рұқсат болса, орнымыздан тұрып, шапалақты мықтырақ ұрып тұрып, көңілдегі тектілік тазалығын аз демес артта қалған азабыңның, мол өсиет қалдырған ұрпағына қасиетінен айналайын қазағымның деп, қазағымыздың қасиетті салт дәстүрі бойынша осы әулетке келген жаңа қалаларда ду бол қошеметпен ортаға шақыруға рұқсат етіңіздер. Алдарыңызда Ақ жібек шоу. Ағайын, қай халықта да құда болу бар десек те, құдасын құдайындай сыйлайтын қазақ қана. Бұл қасиет кеше ғана емес, қазақ болғалы, қаннан қанға жаласып келе жатқан, сүйекке сіңген қасиет. Кешегі атақты Абай мен Ділдәнамыз, тағдыр қосқандағы Алшынбай мен Құнанбай арасындағы сыйласы. Бұл дәстүр ғасырлар емес, заманалары зымыраса да, шайқалмайтын, лайланбайтын, сейілмейтін сыйласты. Қазақ құданың асы бас, отырған жері төр деген. Ендеше сол қай ғасырдан ақ қанға сіңген қасиет бойынша жаңа құтты құдаларымызды төрімізге шақырсақ. Шапалақ қошеметтеріңізбен бірге жаңа құдалар ортаға. Құда деген берер бар, Құдай қосқан, жырайын қазақтың, жырай қосқан деп ойдай. Құдайды құдайындай сыйламасын, қайралып қара жер толай деспан деп ойдай. Құтты болсын құдалар, екі жастың тойлары, екі жастың бақытын бірге көру жасырдай. Құлай сүйіп бір-біріне қосылып отырған қос ғашығымызды орнымыздан тұрып шапалағымызды мықтырақ ұрып тұрып, бүгінгі біздің бойжеткен Аидамыз бен күйеу баламызды ду бол қошеметпен ортаға шақырайық. Қабыл алыңыздар, қарыз алыңыздар кәнекей. Мінекей ағайын, біздің ару қызымыздың ақ жүрегін алақанына салып, қанына біткен қайсарлықпен, алатаудай арманын аласартпай, тағдыр толқынына талыстай кеудесін төсеп, төбе емес толағай тауға төстеп келе жатқан кеу жігітіміз алдымызда тұр. Ал кеу бала, жігіттің үш жұрты болса, үш бірдей тіреуі болар. Өз жұртыңмен нағашы жұртыңның үмітін арқалап, қайын жұртыңа да келіп қалды. Қадамына гүл бітсін, пайғамбарымызда кеу баласын сыйлаған. Біз де сол мұсылманшылығымыздан аттамай, өзіңді төрімізге шақырамыз. Жігіт бола ма? Есіктен кіріп, төрге озбай дейді адам қазақ. Ал төрленді ғой ендеше. Ағайын, кеу балаға деген қошеметті көрсетейік. Шапалақ. Үкілі
жеткен шығынды, жырға қосып айтамын бар өсиет сырымды. Бұрынғы күнім балалық, бой жеткен күнім бүгінгі, өзім айтқан сөз емес, осылай деген бұрынғы. Еріңнен асыл адам жоқ, қарасаң ата тегінен. Күйеуім үйге келгенде, қағып көрпе салып бер, отыратын жерінен. Ерте тұрып түндік аш, ерініп жатпай төсекте, мезгілсіз келген ұйқыны өзіне жақын дос етпе. Қатты қылып сөйлеме, ақырын сөйле мүдіріп, майдалғы сөзіңнің кеткендей болсын төгіліп. Жасы үлкенді сыйлап жүр, құрмет қылып жасқанып, бұрынғыдай ойламай, сабыр етіп шыдам қыл. Аштық бейнет толына, ынтаменен қызмет қыл, Құдай қосқан жарыңа. Екі жаста ұсынамыз ағарған, ағарғанмен жолың ақтай тазарған. Ісің де ақ, жолың да ақ болсын деп, ақ ішкізу, ақ тілек болып саналған. Ал ендеше ата-анасының үкілеген үміттерін ақтап, үлбіреген үкілі суын қолына қондырып, болашаққа аттанып бара жатқан екі жасқа өмір жолдары ашық болып, көз тимесін деп үкілі ағамыз ағайын. Шабылы қожаметтеріңіз аймаңыздар құрметті ағайын. Ал күйеуі, мына ақ жүрек орамалға қолыңды тосып, қалыңдығының шашын сипа. Бір-бірінің алдарында арларын осы ақ орамалдай таза болғай. Енді міне құсыңды мәңгілік қолыңа қондыру үшін осы ақ жүрек орамалмен қолдарыңды ұстатайын. Махаббаттарың дәл осы ақ жүректей пәк болғай. Лүпіл қағып түрәле жүректері, шығармай толқынысын жүректегі, мәңгілік қол ұстасып өтіңіздер, ақталсын сол ата-ана үміттері. Шуласып өтіңдерші тайқылынша, берілмей келіп кетер қайғыңға, қараласып жүзіңдер мәңгі бақи, қозақ қудай өмірдің айдынында. Шабылы қожаметтеріңіз аймаңыздар. Шажыдан қабылыңыздар, той жұмысты болсын, қос ғашығымыз ашық болсын құрметті ағайын. Елім шаттығымды тойлап жатқандай, қане бауырлар, биге басалда, тойдың сәні орнады жігіттер шағында. Ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл ақты өлеңмен әнмен. Ой деген, ғажап екен той деген, қыздырайық бұл ақты өлеңмен әнмен. Жастар киелі орында қонып отыр. Армысың атана қариялар, елімнің шежіресі дариялар. Армысың аға жеңге берестерім, ақылын маған берген кеңестерін. Бұл өнерді бастаған бала деген, қиындықтан қашпаған дана деген. Өз ұлын дана қылған, пана қылған, асыл елім, ассалаумағалейкум. Бәрекелді, ал ендеше құрметті ағайын, алдарыңыздағы қыздырғанға қазақ халқы батасыз қол сұқпаған елміз. Ендеше рұқсат болса, осындағы төрімізде осы әулеттің үлкен атасы Орынжан ағамыздан иллахи аумин деп ықылас батасын сұрап алайық. Шарапым тағдыр жаза мен сені үшін, жанымның ең бір нәзік бөлшегі. От сезім жүрегімде сөнбей мәңгі. Сүйдім мен бұл өмірде сендей жанды, сендей жанды, сендей жанды, сендей жанды. Бүгін бір шалқыратын шалқитын күн, шаттықтың жұпар
аяқталып кетімін деп алақандай жүректеріңіздегі алатаулы тілектеріңізді бүгінгі төріміздегі мыңжылдық жаңа қалаларымызға және төріміздегі бүгінгі айнамызға арнайсыздар. Алдарыңыздағы дінмен бірге ең алғашқы ақтекті кезегін осы өлеттің үлкендеріне беруге рұқсат етіңіздер. Есейіп бер жеткенде балапаны құлпырып атады екен даладағы әрқашанда ыстық қой ақ жаулықты аналарымызбен ақ сақалды аталарымыздың алақан деп төрімізде отырған бүгінгі осы өлеттің үлкені Тыныштық атамызды бірге сіздер құрметтеріңізге Ақ жібек шоу керемет қазақ биін тарту етеді. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар. Кіші жүздің ішінде адай деген ел, сол адай деген елдің ішінде көрпе деген елдерге бір ду қол қошемет соғып қойыңыздар, құрметті ағайын. Бүгінге дәл сол өлкетте ұлан асыр той болып жатыр. Бүгінгі төрімізге шығып отырған бүгінгі айелде қызымыздың жүрегіне махаббат отын жандырған ақжандай күйеу баламызға бір ду қол шапалақ соғып қойыңыздар. Бұл кісілер ұлы жүздің Албан елінен келіп отыр ендеше мыңжылдық қалаларымызда тату болсын, әрқашан сыйлы болсын. Келесі орын алатыннан бүгінгі төріміздегі сол көрпе еліндегі осынау Қараман ағамыздың барша ағалардың құрметіне арналады. Арнайы сіздер үшін жазылғаннан бүгінгі әрқашан ағасы бардың жағасы бар, әнесі бардың танысы бар дейді. Дәл төрімізде отырған барша ағаларымыздың құрметіне ағаларым ән тарту етейік. Қабыл алыңыздар. Бүгінгі Қараман ағамыздың атынан өзінің туған ағаларына, Тыныштық ағамызды ыстаған ағалардың құрметіне қабыл алыңыздар. Ағаларым, той құтты болсын, екі жас бақытты болсын, құрметті. Ордаға вальске шықсаңыздар болады. Құшағы оттай ыстық сахарадай, көңілі алып ұшқан шағаладай, алдымнан көкем-ай деп шығатұғым. Сендерді сағындым ғой, сендерді сағындым ғой, ағаларым. Қажымас қараларым, кең байтақ даналарым, күлімдеп еркелетер, аман бол ағаларым, аман бол ағаларым. Ағамыздар қауым жай бүгін дастархан баршаңызға бас жаппастардан деп сіздер құрметтеріңізге үлкен ас келеді. Үлкен асқа жаңа құдалар бата береді ендеше үлкен аста қабыл алыңыздар, құрметті ағайын. Бәрекелді. Ал енді жалдарыңыздағы адаластан алып жүріп отырыңыздар. Келесі әзімен тағы да сіздер құрметтеріңізге арналады. Ойнап күл, жүр жадырап, жалынатып ойнап бір. Деп шығанын тойғаны шашатын
қазақ сен ойын сауық той деп біл. Барға шүкір тәубе дейтін азына, жүрген жері әзіл қалжың базына. Той шашылу қазаға жүктік емес, той қазаққа Құдай берген қазына деп. Міне құрметті ағайын, бүгінгі төріміздегі айдадай қыздарыңыздың қазынасына қош келіп отырсыздар. Ендеше алдыңыздағы дәммен бірге келесі ақ тілектің кезегі айдамыздың нағашыларына беріледі. Ал төріміздегі мың жылдық құдалардың құрметіне тағы да Ақ Жібек шоу ансамблі керемет қара жорға биін тартып етеді. Қабыл алыңыздар алдарыңызда Ақ Жібек шоу. Дұғыл шапалақ соқ қойыңыздар. Тойымыздың бас құдасы Ерлан Біләл ағамыз ортада керемет билеттерді. Біздің салт дәстүріне сай қара жорғасын билеттерді. Өмірдің өрлеп шықсын белесіне, мұхитқа жетсін жүзіп кемесінде, бір үйдің әлпештеген еркесіген ата-анамен сыйлы болсын енесіне. Үлкенді қадірлеуден жалықпағын, жарқылда жарыңды тауыппағын, қадірлеп айналайын бір-біріңді, қырандай қияшыңда шарықтағын. Тағдыр қосып тәбіліпті қосағын, айлақтылар жаттығымен жасауын, шаттық тола шаңыраққа айналсын, керегесін кеңге жайып отауың деп. Бүгінгі отау құрып отырған қос ғашығымызға бір ду қол қошемет соғып қойыңыздар құрметті көрдіңіздер. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге екінші жақтастырғанымыздың басын қазағымыздың керемет қара домбырасымен әсем күйлерді бастасақ деп отырамыз. Ендеше арнайы сіздердің құрметтеріңізге Мұрат пен Әкежан балаларыңыз келіп отыр. Дуғол қошеметтің қазағымыздың дәстүрін дәріптеген қазағымыздың күйші жігіттері. Ендеше қабыл алыңыздар.
Бәрекелді, ендеше төріміздегі Құдай қосқан еш нәрсе ажыратпай, бақытты отбасы дәл осы Ақжанымыз бен Айдамыз болсын. Ертең Құдай қаласа, Айдамыз барған жерін бақытты етсін. Сол шаңырақты Ақжанымыздың шаңырағын өмірлі шүбірлі етсін. Ертең Құдай қаласа, қазағымыздың бетке ұстар отбасыларының бірі болсын. Ендеше алдарыңыздағы дәммен бірге келесі әсемен төріміздегі мынау Ерлан Біләл құдамыз бастаған керемет құдаларға арналады, қабыл алыңыздар. Кегенге кел арнайы құдалар үшін. Той құтты болсын, екі жас бақытты болсын, құрметті ағайын. Ал ендеше құрметті ағайын, Алталаштың басын қоспаса да ағайын туыстың басын қосқан, ат шаптырып жерге үлкен бәйге бермесе де, ат шаптырып жерге үлкен ақ дастархан жайған бүгінгі тойымыздың иелерін ду қол қошеметпен ортаға шығаруға рұқсат етіңіз. Той өз мәресіне жетіп тұр. Бүгін міне Айдамыздың өзінің туған күні, және де өзінің отау құрып отбасы болып, сол отбасының да туылған күні деп бір туған күн иесіне де қошеметтеріңіз аямаңыздаршы. Бүгінгі Айдамыздың қуанышқа ұласып жатыр. Ендеше бүгінгі қыздарыңыздың бағы жансын, барған отбасын бақытты етсін. Ол екі кісі дәл қазірде бақытты, себебі сіздердей ата-анасы бар, сіздердей құда туысқандары бар. Ендеше мынау бақыттары болсын. Құпиялы барда сыр жасырмай, сағынышың жүретін бір басылмай, Құдай-ау сіздек білер, біздек білер, құдаң шіркін бошырсай құрдасындай деп, мың жыл құдаларыңызға деген рахметтеріңізді, бүкіл халқыларыңызға деген 90 ауыз сөзін тобықтай үйіне келді. Ендеше микрофонда сіздерге ұсынайын, қабыл алыңыздар. Жүрегімен қоштасып, сын айтып, сондай-ақ бүгін Айдамыздың соң қабыл алыңыздар. Біздің еркетайымызына барлық білім тәрбиесін бойына сіңірген, тұмсықтыға шоқтырмай, қанаттыға қақтырмай, барлық білгенін тоқыған бойына сіңірген, оқытқан, шоқынған, ешкімнен кем қылмай, әрдайым жанынан табылған, Асқар әкесі өзінің періште қызының маңдайынан иіскеп қоштасуын сұраймыз. Шабалы қошеметіңіз аймағыңыздар. 9 ай 9 күн құрсағында өтеді. Бір қолмен талбесін тербетсе, бір қолмен мына елін тербеткен. Қызымыздың аяулысы, қазақта айтады ғой, қызды қырымеден түйінде. Сол бағын тиындарды бойына сіңірген. Аяуланасы, өзінің еркетай қызын маңдайынан иіскеп қоштасуын сұраймыз. Қазақта салт-дәстүр бойынша ұзатылып бара жатқан қызға анасы өзінің құндылығын табыстаған ағайын. Сондай-ақ бүгін міне қызымыз барған жерінде қандай іс бастаса да, қандай бұйым жасаса да, мерекелі болсын деп анасы білезік таққалы жатыр ағайын. Ұзатылып бара жатқан қызға салт-дәстүр бойынша анасы сәукеле кигізген. Сәукеле әйел өміріндегі ең мағыналы сәтті кездердің бірі болып табылады. Ал ендеше осы қызымыздың жолы әрдайым ашық болсын. Сол істердің жасын
өмірін бақытын берсін деген ниетпен осы әулетіміздің ақ жаулықты анасынан ақ батасын сұраймыз. Таңсу апамыздан ақ батасын сұрасақ.